Сәлеметсіңдер ме? Сәлеметсізбе. Балалар, бүгін біз күнделікті ішіп жүрген ас тұзына зерттеу жұмысын жасаймыз. Білесіздер ме? Я. Ендеше балалар, таныстырып өтейік бір-бірімізді. Кәне? Аслан Қорлан 5 жаста. Мен Амантай Адина 5 жастамын. Менің аты-жөнім Шакирсада Ахат қызы. Ендеше балалар, біз зерттеу жұмысын жасамас бұрын алдымыздағы тұрған заттармен танысып алайық, иә? Нелер туралы? Тұз, су, жұмыртқа, ылғайтқыш. Иә, дұрыс, ылғайтқыш. Дұрыс айтасыңдар. Ендеше біз бірінші тұздың қатты немесе жұмсақ екенін тексерейік. Қане, Мәдина, басташы қане. Бір қасықты тұзды салшы қане. Сала ғой. Қатты ма? Қатты. Қандай дыбыс шығып жатыр қане? Қытырлақ. Қытырлақ. Қорлан, сен көре қойшы. Қатты. Қатты. Ал дұрыс. Енді ұлғайтқышпен көріңдерші. Ұлғайтқыш майда тұзды ірі көрсетті ме? Я. Неге ұқсап тұр бұның? Қарға. Қарға, иә? Қандай екен қардың түсі? Ақ. Ендеше тұздың түсі де қардың түсі сияқты әппақ екен. Дұрыс айтасыңдар. Ал енді зерттеу жұмысын бастайық. Бірінші, екі стаканда екі түрлі су тұр. Бірінші қызыл стаканда жылы су, көк белгісі бар стаканда салқын су. Қаншықтап көрейікші, қайсы салқын екен? Жылы ма? Жылы. Ана стақан көрші. Салқын ба? Мұздай. Салқын ба? Я. Салқын екен. Ендеше бір ас қасық тұзды суға салайық. Бірінші жылы суға салып көрейік. Кәне? Жылы суға салып көрейікші кәне. Араластырайық. Кәне көрейік. Еріді ме? Я. Еріп көрінбей кетті. Ал салқын суға салып көрші. Салқын суға. Еріді ме? Жоқ, ерімеді. Еріген жоқ, жылы судағы тұз тез еріп кетті да, салқын судағы тұзымыз ерімеді. Ендеше жылы суда еріме екен? Салқын суда тез ериме екен? Жылы. Жылы суда тез ериме екен. Дұрыс. Ал Қорлан, сен басташы. Мына стаканда екі су тұр, иә? Екі стаканда екі. Ал бірінші стаканға қайын тұз сал. Саламыз. Енді жұмыртқаның біреуін салып көр. Қайсысы тұз? Батты ма? Батқан жоқ. Тұз судағы жұмыртқа батпады. Ал ана кәдімгі қарапайым тұз су. Бұны салып көрші. Батып кетті ма? Батып кетті. Көрдіңдер ма? Тұз суда жұмыртқа батпайды екен, қалқып жүр бетінде. Ал тұз салынбаған суда батып кетті түбіне, иә? Балалар, сендер білесіңдер ме? Тұзсыз адам өмір сүре ала ма? Жоқ. Тұзсыз адам өмір сүре алмайды екен, иә? Тұздың адам өміріндегі пайдасы өте зор екен. Бүгінгі зерттеу жұмыс сендерге ұнады ма? Я. Енді біліп жүретін боласыңдар, иә? Салқын суда тұз ерімейді екен. Жылы суда тез еріді екен, иә?